Соңғы вақытта Семей қаласының әкімі Бақытжан Баяхметовтің Қазақстан Республикасы парламенті сенатына депутаттыққа түсуіне байланысты әлеуметтік желіде әртүрлі пікірлер айтылуда. Осы орайда Семей таңы газетінің тілшісі әкімнің өзімен жолығып, желіде жарияланған жазбаға байланысты әңгімеге тартқан еді. Семей қаласының әкімі Бақытжан Кәкенғажыұлы әлеуметтік желіде жарық көрген осы жазбаға байланысты өз наразылығын білдірді. Бұл жазбада бірде-бір сенімді дерек жоқ. Онда келтірілген мән-жайлардың барлығы субъективті, сенімсіз және құр болжамға негізделген. Яғни, авторлар өздері айтып отырған мәселені растайтын ешқандай дәлел келтірмеген деді қала әкімі. Бұл орайда шаһар басшысы өзіне жала жапқан азаматтарға қатысты тиісті органдарға жүгініп, Қазақстан Республикасының заңнамасы аясында шаралар қабылдауға ниетті екенін атап өтті. Абай облысы әкімінің орынбасары Нұрбол Нұрсағатов Семей қаласының тұрғындары мен ұйымдарының коммуналдық қалдықтарын жинау, шығару, кәдеге жаратуды ұйымдастыру аясында қатты тұрмыстық қалдықтар полигонында болды. Сонымен қатар жаңа полигонның жобасымен танысты. Облыс бойынша қызметкерлерге қоқыс тасымалдау және кәдеге жарату мәселелерін шешуге байланысты нақты тапсырмалар берілді. Еске сала кетейік, осыдан бірнеше апта бұрын облыс әкімі Нұрлан Ұранхаев Семей қаласы бойынша қоқысты жинауды тапсырған болатын. Коммуналдық қалдықтарды уақытылы жинау қала тұрғындары тарапынан жиі көтерілетін мәселелердің бірі. Абай ауданы әкімі Нұржан Оразбекұлының тапсырмасына сәйкес, аудандық сәулет, құрылыс, тұрғын үй, коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдарының бөлімінің қызметкерлері Кеңгірбай би ауылдық округіндегі су құбырларының ағымдағы жөндеу жұмыстарының барысын және Көкбай ауылдық округіндегі 12 тұрғын үйдің су құбырын кеңейту жұмыстарын тексеріп қадағалады. Сонымен қатар Абай аудандық төтенше жағдайлар бөлімі қызметкерлері өрт қауіпті кезеңде өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау қажеттігі туралы азаматтарды ескерту жұмыстарын жүргізуде. Осыған байланысты Абай ауданының аумағында мобильдік топтар өрт қауіпті кезеңде өрттің алдын алу мақсатында профилактикалық рейдтер жүргізуді жалғастыруда. Азаматтарға тиісті түсініктемелері беріліп, жадынамалар тапсырылуда. Бүгін Үржар ауданының әкімі Нұржан Тоқсейітов Тасбұлақ ауыл тұрғындарымен кездесу өткізді. Жиын соңынан жеке және заңды тұлғаларды қабылдады. Ауыл тұрғындар тарапынан келген сұрақтар мен ұсыныстарға заң аясында жауап беріп, ауыл әкімі және жауапты мекеме басшыларына бірқатар тапсырмаларды орындау керектігін айтты. Қыс қыр астында. Енді бір ай жаз өтіп, қыркүйек түсіп, күздің келерін ескерсек, бүгінде аудан тұрғындарының қысқа дайындығын қарқынды жүргізетін жөні бар. Бұл орайда жылыту маусымына дейінгі ұйымдастыру жұмыстарының да уақытылы әрі сапалы атқарылуы маңызды. Аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бас маманы Сержан Базарбаевтың мәліметінше, ауданда орталықтандырылған жылыту жүйесі жоқ. Халық жылумен жабдықтаудың жеке көздерін пайдаланады. Жылыту маусымына қажетті қатты оттың қажеттілігі тұрғындар үшін 18.244 тоннаны құрайды. Бүгінде аудан тұрғындарын көмірмен толығымен қамтамасыз ету үшін қажетті жұмыстар жасалуда. Қыстан қысылмай шығудың қамына осы басынан кіріскен абзал.